Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Бұл Нұр Нұрмашұлы. Біздің бүгінгі шығарылым осы аптаның соңында болатын UFC 314 турниріне арналмақ. UFC 314 турнирінің басты мейн ивенті бұрынғы чемпион Илья Топурия белбеуді босатқаннан кейінгі 145 фунт салмақтағы титулдық кездесу. Бұрынғы чемпион дәл қазіргі сәтте нөмірі бірінші орында рейтингте тұрған даңқты австралиялық Александр Волконовский мен оның қарсыласы нөмірі үшінші орында тұрған бразилиялық Диего Лопес арасында өтетін керемет тартысты кездесу болмақ. UFC 314 турнирінің ко-мейн ивенті достар, ерлер арасында 155 фунт салмақта өтетін 5 раундтық кездесу. Бұрынғы титулға үміткер дәл қазіргі сәтте нөмірі 7-ші орында тұрған атақты американдық Майкл Чендлер мен оның қарсыласы нөмірі 12-ші орында тұрған дәл қазіргі хайптағы жауынгерлердің бірі британиялық Падди Пимблет арасында өтетін 5 раундтық кездесу достар. Достар, осы шығарылым барысында біз бас аяғы 8 кездесуге тоқталатын боламыз. Және де олардың ең алғашқысы ерлер арасында 155 фунт салмақта, яғни 70 кг салмақта өтетін кездесу. UFC-дің аңыз адамдарының бірі, жасы 40-тан асса да әлі де өзінің бабын сақтап жүрген американдық Джим Миллер мен тағы бір американдық UFC-дің жаңа үміттерінің бірі Чейз Хупер арасында өтетін керемет кездесу. Бұл кездесуде сарапшылардың көбісі дерлік жас жауынгер Чейз Хуперді фаворит ретінде көріп отыр. Біз білетіндей, бұл жас жауынгер Чейз Хупердің джиу-джитсуы, грэпплинг стилі, сонымен қатар күрес стилінде өте керемет деңгейде екенін білеміз. Сонымен қатар Чейз Хупердің жалпы тік тұрып соғысу деңгейінде жаман емес екендігін атап өтейік. Ал аңыз адам Джим Миллерға келетін болсақ, Джим Миллердің жалпы тік тұрып соғысуы, күрес стилі, сонымен қатар бокс стилінің жақсы деңгейде екенін білеміз достар. Және де біз білетіндей Джим Миллер осы UFC-дағы 70 кг салмақта өнер көрсеткен бұрынғы және де қазіргі кездегі жауынгерлердің сен тұр мен атайын деген жауынгерлердің барлығымен кездесу өткізгендігін атап өтейік достар. Менің ойымша бұл кездесуде жас жауынгер Чейз Хупер Джим Миллерді кемінде төрешілердің шешімімен болмаса сабмишнмен жеңіске жетуі тиіс деп есептеймін. He stops him. That's beautiful by Hooper, man. The flow is sensational. He's got it. He got it. The dream is alive and well. Chase Hooper's winning streak is now 4. Одан кейінгі біздің тоқталатын кездесу достар, бұл әйелдер арасында 52 кг салмаққа дейінгі, яғни 115 фунт салмаққа дейінгі өтетін керемет кездесу. Бұрынғы титулға үміткер қытайлық Ян Шанан мен оның қарсыласы нөмірі 3-ші орында тұрған бразилиялық Верна Джандироба арасында өтетін керемет тартысты кездесу болмақ. Біз білетіндей, қытайлық Ян Шананның жалпы тік тұрып соғысуы, сонымен қатар джиу-джитсу мен күрес стилі, грэпплинг стилінің барлық жағынан өте керемет деңгейде екенін білеміз. Ал бразилиялық Ян Шананға келетін болсақ, әрбір бразилиялық жауынгерге тән бұл қыздың жалпы джиу-джитсу мен грэпплинг стилінің өте керемет деңгейде екенін білеміз. Сонымен қатар бұл жауынгер қыздың жалпы тік тұрып соғысу деңгейінде жақсы екенін атап өтейік. Менің ойымша бұл кездесуде бразилиялық Верна Джандироба Ян Шананды төрешілердің шешімімен жеңіске жетуі тиіс деп есептеймін. Және де осы арқылы бразилиялық Верна Джандироба дәл қазіргі чемпион Жан Вейлиге қарсы кездесуге лайық болуы тиіс деп есептеймін. Declaring the winner by submission due to an armbar, Vina Karkara Jajidova. Одан кейінгі біздің тоқталатын кездесу достар, ерлер арасында 145 фунт салмаққа дейінгі, яғни 66 кг салмаққа дейінгі өтетін керемет кездесу. Дәл қазіргі сәтте нөмір 15-ші орында тұрған кезінде UFC 303 турнирінде Диего Лопес пен небәрі 3 сағат қалғанда кездесуді қабылдаған американдық нағыз америкалық гангстерлердің бірі деп айтсақ қателеспейтін Дэн Игемен осы топ 15-ке кіргісі келетін Американың Миссури штатының атынан өнер көрсететін Шон Вудсон арасында өтетін керемет кездесу. Бұл кездесуде сарапшылардың көбісі дерлік ұзын тұра бойлы Шон Вудсонды фаворит ретінде көріп отыр. Біз білетіндей, бұл жауынгердің жалпы тік тұрып соғысуы мен бокс стилінің өте керемет деңгейде екенін атап өтейік. Шон Вудсон жалпы Шон О'Мейли секілді арық болғанмен де бұл жауынгердің соққылары қарсыластарына дәл тиеді, және де қарсыластарын нокаут пен техникалық нокаутқа түсіруге бұл жауынгер әбден құмарақ. Ал біз білетінде Дэн Игенің жалпы бокс стилі, тік тұрып соғысу стилінде өте керемет деңгейде екенін білеміз. Сонымен қатар бұл жауынгердің грэпплинг стилінде өте жақсы деңгейде екенін атап өтейік. Менің ойымша бұл кездесуде Шон Вудсон Дэн Игені техникалық нокаутпен болмаса төрешілердің шешімімен жеңіске жетуі тиіс деп есептеймін. However, Padilla. Oh my goodness. Woodson sits him down and hammers his way to victory.
Одан кейінгі біздің тоқталатын кездесу мейн-карттың шымылдығын ашатын кездесу болмақ. Ерлер арасында жартылай ауыр салмаққа дейінгі, яғни 93 кг салмақта өтетін керемет кездесу. Бұрынғы Украинаның, қазір Ресейдің атына өнер көрсетіп жүрген нөмір 8 орында тұрған Никита Крылов пен оның қарсыласы нөмір 11 орында тұрған кезінде Джон Джонспен бір деңгейде чемпиондыққа белбеуге таласқан американдық Доминик Рейс арасында өтетін керемет кездесу болмақ. Біз білетіндей кезінде Доминик Рейс 4 жеңіліс қатарынан келе жатқан болатын. Бірақ та өзінің соңғы 2 кездесуінде бұл қатесін жөндеу арқылы Доминик Рейс жеңіс жолына қайта оралып отыр. Біз білетіндей Доминик Рейс өзінің соңғы 2 кездесуінде американдық Джастин Джейкобиді нокаутпен жеңген болатын. Ал өзінің соңғы кездесуінде бұл жауынгер американдық Энтони Смитті техникалық нокаутпен жеңген білеміз, достар. Ал Ресей елінің өкілі Никита Крыловқа келетін болсақ, Никита Крылов өзінің кездесуден тура осыдан 2 жыл бұрын өткізген болатын. Сол 2 жыл бұрынғы кездесуінде Fight Night-тардың бірінде бұл жауынгер американдық Райан Спенді жеңіске жеткенін білеміз. Бұл кездесуде менің ойымша американдық Доминик Рейс жеңіске жетуі тиіс. Менің ойымша бұл кездесу нокаутпен Доминик Рейстің пайдасына шешілуі керек деп есептеймін. Бірақ та біз білетіндей Никита Крыловтың жалпы грэпплинг стилі, джиу-джитсу стилінің өте керемет деңгейде екенін білеміз. Ал Доминик Рейстің жалпы бокс стилі, күрес стилі және де грэпплинг стилінің өте жоғары деңгейде екенін атап өтейік, достар. Одан кейінгі біздің тоқталатын кездесу, достар, осы UFC 314 турниріне қосылған ең соңғы кездесулердің бірі болмақ. Нөмір 13 орында тұрған 66 кг салмақтағы американдық Брайс Митчелл мен дәл қазіргі сәтте Бразилияның атынан өнер көрсететін хайптағы жауынгерлердің бірі Жан Силва арасында өтетін керемет кездесу болмақ. Бұл кездесуде сарапшылардың көбісі дерлік Жан Силваны фаворит ретінде көріп отыр. Жалпы біз білетіндей американдық Брайс Митчеллдің джиу-джитсуы, күрес стилі, грэпплинг стилінің өте керемет деңгейде екенін білеміз. Ал бразилиялық Жан Силваға келетін болсақ, әрбір бразилиялыққа тән бұл жауынгердің джиу-джитсу мен грэпплинг стилінің жақсы деңгейде екенін атап өтейік. Бірақ та ең бастысы Жан Силваның жалпы қарсыластарын нокаутпен, техникалық нокаутқа сұлататындай керемет зор күші бар екенін білеміз, достар. Менің ойымша бұл кездесуде Жан Силва Брайс Митчеллді техникалық нокаутпен жеңуі тиіс. Кемінде төрешілердің шешімімен жеңіске жететініне сенімдімін, достар. Одан кейінгі біздің тоқталатын кездесу бұл ерлер арасында 145 фунт салмақта өтетін тағы бір кездесу болмақ. Осы салмақтағы бұрынғы уақытша чемпион болған мексикандық Яир Родригес пен оның қарсыласы бұрынғы Беллаторда 145 пен 155 фунт салмақта чемпион болған UFC-дағы дебютін жасайын деп отырған бразилиялық Патрисио Фрейра, яғни Патрисио Питбуль есімімен танымал жауынгер арасында өтетін кездесу болмақ. Бұл кездесуде сарапшылардың көбісі дерлік Яир Родригесті фаворит ретінде көріп отыр. Біз білетіндей Яир Родригестің жалпы тік тұрып соғысу стилі, сонымен қатар таеквондо стиліндегі, карате стиліндегі өнер көрсетуі өте жақсы деңгейде екенін білеміз. Және де бұл жауынгердің джиу-джитсу стилінде өте керемет деңгейде екенін атап өтейік. Ал бразилиялық Патрисио Фрейраға келетін болсақ, бұл жауынгердің жалпы бокс стилі, грэпплинг стилі, джиу-джитсу стилінің өте керемет деңгейде екенін білеміз. Менің ойымша бұл кездесуде мексикандық Яир Родригес Патрисио Питбульға UFC-дің деңгейінің қандай жоғары екендігін көрсету арқылы төрешілердің шешімімен жеңіске жетеді деп ойлаймын. And now, the new interim UFC featherweight champion of the world, Yair El Pantera Rodriguez! Одан кейінгі біздің тоқталатын кездесу, достар, UFC 314 турнирінде өтетін co-main event. Бұрынғы 155 фунт салмақта титулға үміткер болған. Жалпы әрбір кездесуі нокаутпен, техникалық нокаутқа, сонымен қатар қан жосаға толы кездесу өткізетін американдық нөмірі 7 орында тұрған Майкл Чендлер мен оның қарсыласы Британияның, яғни ағылшын жауынгері, дәл қазіргі сәтте UFC-дағы жоғары хайпқа ие, өте көрермені көп жауынгерлердің бірі Падди Пимблет арасында өтетін керемет кездесу болмақ.
Бұл кездесуде сарапшылардың көбісі дерлік Майкл Чендлерді фаворит ретінде көріп отыр. Біз білетіне Майкл Чендлердің жалпы тік тұрып соғысу стилінің өте керемет деңгейде екенін білеміз. Жалпы бұл жауынгер өзінің әуесқой мансабын негізінде Америкада еркін күрестен бастаған білеміз. Және де осыған қарап бұл жауынгердің жалпы күрес деңгейі мен грэпплинг деңгейінің өте жақсы екендігін білеміз. Бірақ та бұған қарамастан бұл жауынгер әрдайым тік тұрып соғысуды, бокс стилінде өткізуді жақсы көретінін білеміз. Ал ағылшын жауынгері Пэдди Пимблеттқа келетін болсақ, бұл жауынгердің жалпы грэпплинг стилі, күрес стилі, сонымен қатар джиу-джитсу стилінің өте керемет деңгейде екенін білеміз, достар. Майкл Чендлер өзінің соңғы кездесуін UFC 309 турнирінде бұрынғы чемпион бразилиялық Чарльз Оливейраға өткізген қарымта кездесуге төрешілердің шешімімен жеңілгендігін білеміз. Ал Пэдди Пимблеттқа келетін болсақ, бұл жауынгер өзінің соңғы кездесуін UFC 304 турнирінде Бобби Гринді сабмишнмен жеңіске жеткенін білеміз, достар. Менің ойымша, бұл кездесуде американдық Майкл Чендлер Пэдди Пимблеттің хайпын тоқтатып, техникалық нокаутпен, болмаса нокаутпен жеңіске жетуі тиіс деп есептеймін. Conor McGregor, if you can ever get your house back in order, while us real professionals have been keeping the octagon warm, we're wondering where you've been, Conor. Біздің соңғы тоқталатын кездесу, достар, осы UFC 314 турниріндегі басты main event. Ерлер арасында 66 кг салмаққа дейінгі өтетін титулдық кездесу. Біз білетіндей бұрынғы чемпион Испания мен Грузияның атынан өнер көрсететін Илья Топурия өзінің белбеуін босатқаннан кейінгі осы Илья Топурияның белбеу ауылуына себепкер болған бұрынғы чемпион австралиялық нөмірі 1 орында тұрған даңқты ұлы UFC-дің аңыз адамдарының бірі Александр Волкановский мен оның қарсыласы дәл қазіргі сәттегі хайптағы жауынгерлердің бірі UFC жанкүйерлерінің сүйіктісіне арналған нөмір 3 орында тұрған Диего Лопес арасында өтетін өте керемет кездесу болмақ, достар. Бұл кездесуде сарапшылардың көбісі дерлік Александр Волкановскийді фаворит ретінде көріп отыр. Біз білетінде Александр Волкановский барлық жағынан өте керемет дамыған жауынгер екенін білеміз. Бұл жауынгердің тік тұрып соғысуы да, бокс стилінде, джиу-джитсу стилінде, күрес стилінде өте керемет деңгейде екенін атап өтейік. Ал Диего Лопестің де барлық жағынан керемет дамыған жауынгер екенін білеміз. Бұл жауынгердің жалпы джиу-джитсу стилінің өте керемет деңгейде екенін атап өтейік. Сонымен қатар бұл жауынгердің қарсыластарын тіпті нокаутпен, техникалық нокаутқа құлатып жүргендігінде көріп жүрміз, достар. Ты серьезно? Александр Волкановскийдің соңғы 3 кездесуіне тоқталатын болсақ, бұл жауынгер өзінің соңғы кездесуін 1 жыл бұрын UFC 298 турнирінде өкінішке орай Илья Топурияға нокаутпен жеңілгендігін білеміз. Ал оның алдындағы кездесуінде біз білетіндей Александр Волкановский UFC 294 турнирінде Ислам Махачевке өкінішке орай нокаутпен жеңілгендігін білеміз. Ал оның алдындағы кездесуінде бұл жауынгер осы картта өнер көрсететін Яир Родригесті UFC 290 турнирінде техникалық нокаутпен жеңгенін білеміз, достар. Ал Диего Лопесқа келетін болсақ, Диего Лопес өзінің соңғы кездесуін UFC 306 турнирінде бұрынғы титулға үміткер болған американдық Брайан Ортеганы айқын басымдықпен жеңгенін білеміз. Ал оның алдындағы кездесуінде Диего Лопес UFC 303 турнирінде американдық Дэн Игемен 165 фунт салмақта өткен кездесуде төрешілердің шешімімен жеңіске жеткенін білеміз. Ал оның алдындағы кездесуінде UFC 300 турнирінде Диего Лопес сол кездегі Нигерияның атынан өнер көрсететін Садик Юсуфты нокаутпен жеңу арқылы топ 15-ке кіргенін білеміз, достар. Әрине, бұл кездесуде жеңімпазды таңдау өте қиын екендігін білеміз. Өйткені Александр Волкановскийдің бұрынғы жүріп өткен жолын жоққа шығаруға болмайды. Және де кезінде Александр Волкановскийдің осы салмақта өте доминантты түрде, яғни айқын басымдықпен қарсыластарының барлығын жеңіп жүргендігін білеміз. Ал Диего Лопестің де дәл қазіргі сәтте бұл жауынгердің жеңіс жолында жоққа шығаруға болмайды. Сондықтан да бұл кездесуге байланысты кімнің жеңімпаз екендігін сіздерге қалдырдым, достар. Вот это поворот! Достар, тек қана осы чемпиондық кездесу, яғни Александр Волкановский мен Диего Лопес арасында кездесуге ғана емес, сонымен қатар жоғарыда атап өткен кездесулерге байланысты ойларыңызды міндетті түрде комментарийға жаза кетіңіздер. Бастысы каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар, достар. UFC 314 турнирінің барлық кездесулері өте керемет болмақ. Және де бұл турнирді жіберіп алуға болмайды, достар. Келесі жолыққанша.